Құрметті президент мырза, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза. Қазіргі таңда мен Түркістан облысы номері 27 сайлау округінен мәжіліс депутаттығына кандидат ретінде түстім. Балабек Асанбеков. Менің қазіргі үндеуім расымен сізге жолданады. Бұл өте ел үшін, елдің болашағы үшін, халықтың мүддесі үшін, жаңа Қазақстан үшін өте маңызды нәрсе. Сондықтан құрметті журналистер, құрметті ел жанашырлар, осы видеоны тарату арқылы президентке жетуіне ықпал етуді өтініп сұраймын. Онсыз да мәжіліске өзіңіз айтпақшы 69 депутат партиялық тізіммен барады. Оған ешқандай күмәніміз жоқ. Енді 29 депутат халықтың арасынан өзін-өзі ұсыну арқылы бір мандатпен түсіп жатқандықтан ескеріп, неге бұл жерге енді қайтадан келіп, кеше мен үміт арттық. Біз түскен кезде біз ойладық, халықтың арасында шынайы елге жанашыр, халыққа қызмет етем деген адамдар бәсекелестік болады деп. Кеше тізім шыққанда қарасақ, қайтадан сол партия, қайтадан сол аманат, соның белді мүшелері, бұрыннан депутат болып істеген қаншама азаматтар қайтадан түсіп жатыр. Енді адына мандатный 29 адам беріп тұрсыз республика бойынша. Неге соны қарапайым халықтың ішіне шықпасқа? Сонда ертең 69 партиямен барып тұр, бір мандаттан 29-дан тағы да партияның ішінен аманаттардан жеңіске жетсе, сонда әділеттік Қазақстан қайда? Құрметті президент мырза, әділетті Қазақстанды құру халықпен бірге құрыңыз. Халықтың арасынан ешқандай партияда тізімде жоқ адамдар бәсекеге түссін. Мен ешқандай партияда тізімде жоқпын. Мен партияда емеспін. Мен бұған түскен кезде де халықтың атынан өзін-өзі ұсыну дегенге естіп, осы бір ғана сөзге үміттеніп түстік. Тізімде бұлардың болатынын білгенде партияның мен түспейтін едім. Сондықтан құрметті президент мырза, жаңа Қазақстанды халықпен бірге құрайық. Расымен де халыққа қызмет жасайық. Себебі сайлаудың былықтары деген интернет тассаңыз, бір адамның 5-6 бланкіден салватқанын көресіз бюллетеннан. Одан бөлек сайлау учаскелерінің төрағалары, мектеп директорлары өзіңізге белгілі. Олардың барлығы аманат партиясының мүшелері. Сондықтан өтініп сұрайтынымыз, республика көлемінде осы 29 өзін-өзі ұсынатын мандатта партияның тізімінде бар партияның мүшелері, ешқандай партияға қатысы жоқ адамдардың түсуіне мүмкіндік беруіңізді сұраймын.